Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет, тез әрі жылдам дайын болатын шелпек және бауырсақтар дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып арнамнан алыстамаңыздар. Ең алдымен айранымызға бір шай қасық сода салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Көпіріп реакцияға түседі және ұлғаяды көлемі. Осылай жақсылап араластырамыз, сонан соң бетін жауып 15 минутқа шамамен тындырып аламыз. Оған дейін біз ұнымызды дайындап қоямыз. Ұнымызға шекерді және тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сонан соң бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып дайындайтын боламыз. Он 15 минут өткен соң, осы айранымыздың бетіне жаңағы араластырған барлық қоспаларымызды қосып, ұнымызды қосып жақсылап қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Төрт ас қасықтай шемішкі май құямыз. Жақсылап илеп басын біріктіреміз. Мінеки қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын қамыр болу керек. Енді бетін жауып демалдырып алатын боламыз шамалы. Бір 15 минутқа қойып қойсақ болады. Шамамен 10-15 минут өткен соң демалған қамырымызды кішкене үстіне ұн сеуіп бастырып алатын боламыз бір қолымызбенен. Сонан соң екі бөлікке бөліп, жартысынан шелпек, жартысынан бауырсақ дайындайтын боламыз. Енді достар, осы жартысынан біз жартысын тағы да 7 бөлікке бөліп, шелпектерімізді дайындап қоятын боламыз. Мінеки 7 бөлікке бөлдім. Енді осылардың әрқайсысын домалақтап осылай дайындаймын да, сонан соң бетін жауып қоямын. Мен бірінші бауырсақтарды пісіріп аламын. Бауырсақтарды пісіруге кірісемін. Алдымен нанымды кішкене ұн сеуіп жіберіп, жазып аламын жақсылап. Тым жұқа да қылмай, осылай орташа сантиметрде қалдыратын боламын. Осындай банкымен дөңгелек шамамен 6 сантиметр болады. Осыменен кесіп, бауырсақтарымды дайындап аламын. Бауырсақтарымды дайындап болдым. Енді жет нанды шетінен біртіндеп ала отырып, ұн сеуіп, тағы да екі жағын ұнға ауната отырып, тым жұқа етпей жайып алатын боламын. Шамамен 20 сантиметр қылып жаямын. Барлығын осы ретпенен дайындап, жет нандарымды дайындап қоямын. Сонан соң табамды жақсылап қыздырып, ішіне жететіндей қылып, молырақ қылып майды құямын. Сонан соң табамыз қызғанын күтетін боламыз, майдың қызғанын. Май қызған кезде мінеки осылай реакция береді бауырсақ салғанда. Жайлап бауырсақтарымызды салып, ретімен қуырып алатын боламыз. Мінеки бауырсақтарымыздың асты пісуге жақындады. Вилкаменен аударып, енді үстін пісіретін боламыз. Осы ретпенен барлығын пісіріп алатын боламыз. Піскен бауырсақтарымызды шетінен ыдысымызға аударып алатын боламыз. Енді достар, шелпекті пісіруге кірісеміз. Бұлар бізде жұқа болған соң өте тез піседі. Енді келесі бетін аударып, үстін пісіріп алатын боламыз.
Осымен бауырсағымыз, шелпегіміз дайын болды. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Бас аяғы бір сағатта мен осындай 7 нан, кейбір жақтарда шелпек деп айтады, бізде 7 нан деп айтады. 7 нанды және бауырсақты дайындап үлгердім. Өте дәмі де тәтті болды, достар. Асыққанда өте бір жақсы екен. Осы рецепт дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, достар. Арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, лайк қойып, комментарий жазып мені қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Арнамнан алыстамаңыздар, алда күшті рецепттер болады. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.